Күндерді бірінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям маға оқшам минбарға көтеріліп, шығып тұрып, үнін бейік көтеріп, сахабаларға қайырылып, «Я ма'шара мен аслама билисаник ва лам юфди ал иман ила қалби». Тili менен мұсылман болып, иман жүрегіне кірбегендер деді. «La tu'zil muslimin». Мұсылмандарға ыза бербегіле. «Ва la tu'ayyiruhum». Мұсылмандарды жамандап, кемсінтіп, «Асен кечелі алкашелен ғо». Мұрда күнділ асен атаң тигінде елі ғо, енең мұнда елі ғо деп, жаман сыпаттарын ашқарелеп açып басынтпағыла. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ. Мұсылмандардың ұятын, күнөсін аңдып издебегіле. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Кімде кім мұсылманды аңдып, не күнө қылат кен, қаяққа кетті кен? Бұл аз мешіттен шығып арақ ішкені кетсе керек. Сөгін олса керек. Өзінше молда болып қапты да көшеде мұнан бұзық адам жоқ деп, жамандығын аңдып издегендерді, жаратқан Аллах Таала алардың күнөсін издейді, алардың артынан түшеді. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Аллах кімнің артынан түшіп аңдый тұрған болса, يَفْضَهُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Аллах кімді шәрмәнді қылам деп. Сіз бір мұсылманды азыр айуын тауып, камераға тартып, мана өйді сөгін өтат, майты арақ үштет деп, шығарам деп, бүгін камера мода олмады. Артынан жүрсең, Құдай сенің артыңнан түшет дейді. Құдай егер сенің артыңнан түшет тұрған болса, Аллах Таала сенің айуыңды ашкара қылып, жашыруын ашкара қылып, шарманда қылады. Валау фи жауфи байти, егер үйіңнің төрінде ұқтай тұрған бөлмеңде болсаң дағы дейді. Аллах артыңнан түшсе, сөзсіз сенің күнөңді ашып, шерменде қылады, егер сен жеті қабат жердің астына кіріп алсаң дағы дейді.